Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Дайындалу жолы өте оңай, әрі қолда бар заттардан дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құямыз. Ас содасын қосамыз. Тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Мінекей бізде қолға жауызбайтын өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды 10-15 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындап алатын боламыз. Тартылған ет немесе туралған етті қолдансаңыздар болады. Картоплымызды, пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды теңдей қылып екі бөлікке бөліп аламыз. Аз ғана ұн сеуіп елеп алатын боламыз. Противенімізге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайғастырып аламыз. Қамырымыздың екінші бөлігінде дәл солай жайып алатын боламыз. Ортасына дайындап алған салмасын саламыз. Егер де салмаңыз құрғақ болса, етіңіз майлы емес болса, бетіне сары майды салып шықсаңыздар болады 1-2 кубиктан. Салмасының бетіне қамырымыздың екінші бөлігін жайғастырамыз. Шеттерін жақсылап бекітіп түйіп шығатын боламыз. Піскен кезде, көтерілген кезде ашылып кетпейтіндей жақсылап түйіп шығыңыздар. Пышақтың көмегімен пирогымыздың бетін кесіп жіберсеңіздер болады. Пирогымыздың беті қызарып, әдемі болып шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25-30 минуттай қызарғанша пісіретін боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир жасаңыздар болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, әрі өте тез дайындалу жолы. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.